Мемлекет бизнес бастауға ниетті азаматтарды қолдауды жалғастыруда. Соның бірі қайтарымсыз мемлекеттік грант. Бұл қолдау жаңа кәсіп ашуға, өндіріс көлемін ұлғайтуға және халықтың табысын арттыруға бағытталған. Бағдарлама аясында әлеуметтік осал топтағы азаматтарға өз бизнес идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік беріледі. Төле би ауданында да мемлекеттік қолдаудың игілігін көріп, кәсібін кеңейткен жандар бар. Толығырақ келесі бейнематериалда. Төле би ауданының тұрғыны Ықтияр Арыспаев ағаш өңдеу ісімен көп жылдан бері айналысады. Бүгінде шебердің цехында мектептерге, балабақшаларға және түрлі коммерциялық нысандарға арналған үстелдер мен орындықтар дайындалады. Сапалы әрі берік жиһазға сұраныс жоғары. Кәсіпкер 2025 жылы мемлекеттік қайтарымсыз грантқа қол жеткізіп, бөлінген қаржыға заманауи ағаш өңдеу станоктары мен қажетті құрылғылар сатып алған. Соның нәтижесінде өндіріс көлемі артып, тапсырыстарды қысқа мерзімде орындауға мүмкіндік туған. Қазір бір-екі заттар қостым тағы станоктарды. Енді дальше тағы не дейді? Күннен күнге әртүрлі аппараттар, станоктар шығып жатыр. Қолда істегенде, бұдан бұрын істегенде майда шуде, например, шурповерт дегендей, лобзик дегендей болатын еді, например. Қазір мынандай станоктар, үлкен станоктар, ленточный лобзиктің үлкенін алдық, например, компрессорларын үлкен объемдағы сондайларын алып, біраз жаңалап не қылып алдық, Құдайға шүкір. Биыл Төле би ауданында мемлекеттік қайтарымсыз грант аясында 81 азаматқа қолдау көрсету жоспарланған. Алғашқы кезеңде 82 үміткер өтінім беріп, комиссия шешімімен олардың 43-і грант иегері атанған. Мансап орталығы мамандардың айтуынша, қазір ауданға дәстүрлі кәсіптермен қатар жаңа бағыттағы нарықта сұранысқа ие тың бизнес идеялар қажет. Себебі мұндай жобалардың ұзақ мерзімде табысты болу мүмкіндігі жоғары. Жалпы біздің ауданда, басқа аумақтарда да кәсіптердің бір келкілігі байқалады. Сол үшін жаңағы аудан тұрғындарына айтарымыз, жаңағы кондитерлік, болмаса фастфуд шаруашылығы, сондай шаруашылықтарға басымдылық берілгенімен, өздеріңіз жаңағыдай жаңа бизнес идеяларды алып келсеңіздер, одан да үлкен жаңағы басымдылық беріледі. Және де алдағы уақыттарға ол кәсіптерді кеңейту үшін жалпы мемлекеттік қолдау шаралары көптеп берілетін айта кетеміз. Ықтияр Арыспаев секілді кәсібінің нәсібін көріп отырған жандар Төле би ауданында аз емес. Алайда оның кәсібін ерекшелендіретін тұсы бұл шеберліктің атадан балаға жалғасып келе жатқандығы. Кезінде әкесі мен атасынан ағаш өңдеудің қыр-сырын меңгерген кәсіпкер бүгінде сол өнерді өз ұлдарына үйретіп жүр. Осылайша мемлекеттік қолдау арқылы кәсібін кеңейтіп қана қоймай, отбасылық кәсіптің үзілмей келер ұрпаққа жалғасуына да жол ашып отыр. Бекболат Тілеуберген, Рамазан Оспан, Түркістан 24.